Hazırda tarihçiler öte ülkün tarihte tekserip tarihte öte ülkün köterip atır. Tepte misal olsa Şıngız Han'da da Kazak dep çıkıp atkan tarihçiler var. Sebebi bular bunu kişegi Yevreylerden kişegi olsa din düşmanlarının tirligi bolu gerek. Egerde bularda osunda ülken başı ötkendigen bolu bilетін bolsa, bular bütün dünyani iyelenүү mümkün degen durus emes түшүнүктөрдү колданып, bularda бұл Şıngız Han'da Moңgol anаны мына бөлүп тастаган деген не bir жорамалдарды айтып атыр. Несін айтқанда да қазақ халқы ар намысты халық болған. Кешегі бабаларымыз, ана қанат ислам қатты жылайды да, көргестен интернетте. Иә дейді. Бірақ олар кешегілер дейді. Кешегі біздің бабаларымыз дейді. Олар ар намысты ет дейді. Олар қонақ жайлы ет дейді. Олар шынымен батыр ет дейді. Бірақ олар өтіп кеткен екен дейді. Қазақстандағы дейді, біздің қазақтар дейді, Қытайдағы қазақтарға ұқсаған қорқақ екен дейді. Намысы жоқ екен деп, қанат ислам жылағанда мен жылап едім да сонда. Неге? Бізге не болып бара жатыр ағайындар? Қазақты атып атыр. Не жетпей жатыр саған? Қазақтың бірін жағасын ұстап буып атыр. Қазақтың үстінен келіп ақша алып атыр. Қазақтың үйін ұрлап атыр, тонап атыр. Қазақтың қызын зорлап атыр. Біз осы үшін, кешегі бабаларымыз бізге осындай тыныштық үшін дұғалар қылған беді. Ойламаңыз, мына тыныштық, мына осындай үлкен кең байтақ тыныштық өз-өзінен келді деп ойламаңыз. Кешегі бабаларымыз бұл үшін жылап дұға қылған. Аштан қырылған олар. Тоқ боп тұрып ораза тұталмай жатсың ғой. Жігітсің бе? Тоқсың ғой, қардың тоқы, ораза тұталмай жатсың ғой. Басыңды көтерсең, бірақ кешегі бабаларың аштан өліп еді. Аштан өлсе де дінін сатпаған еді, иманын сатпаған еді. Бір әйелге айтып жатырмын, сіз ораза тұтпай қойыңыз, фидияңызды беремін. Сіз енді қартайып қалдыңыз ғой десем, жаңағы әйел айтады, жоқ дейді. Қан енді оразамен шөлдеп тұрып, тамағым құрып өлсемеді, арманым жоқ еді дейді. Міне олар кешегілер, олардың әжелері мықты болған, олардың әжелері дәретпен оларды емізген, олардың құсыны болған, олардың иманы болған. 74-ке келген әйел арманын қараң, қаны оразада тамағым қурап өлсемеді дейді. Бізде машинада жүріп, кайфуша қылып жүріп кетсем деп ойлаймыз. Бірақ сол кайфушамен өліп кетсеңші, біреуге азар беріп өліп кетсеңші, біреудің ақысын жеп өліп кетсеңші, біреудің қызының намысына тиіп өліп кетсеңші, біреудің бір тиыр ақысын жеп өліп кетсеңші, өлімнен ешкімді құтқара алмайды ағайын. Кім кімді құтқара алады, айтыңызшы.